Көрермен, бірнеше күннен бері еліміздің бірқатар аймағында боран болған еді. Осындай кезеңде үлкен қалалардағы көше қозғалысы қиындай түседі. Десе де, күннің суығына қарамастан коммуналдық қызметкерлер тәулік бойы, яғни 24 сағат бойы жұмыс істеп жатыр. Ол рас, елордалық мамандармен тілшіміз Мирей дәл қазір тікелей эфирге қосылуға дайын тұр. Ендеше эфир тізгінін ұсынамыз. Мирей, қайырлы таң! Қайырлы таң әріптестер, қайырлы таң көрермен. Мен қолыма ыстық шайымды алып, таңмен таласып күннің аязына қарамай жұмыс істеп, қар тазалайтын мамандарға шай үлестіріп жүрмін. Енді қазір бір маманға беріп үлгерейін. Әріптестер, өздеріңіз білетіндей, өткен аптадан бері күн күрт суып, қар қалың түсті. Соған байланысты қар тазалаушы мамандар күрделі күшейтілген режимде 24 сағат үздіксіз жұмыс жасап жатыр. Осы тақырып төңірегінде толыққанды айтып беретін Тимур Мырзадан сұрап көрсек. Тимур Мырза, айтыңызшы, қаланы қардан толық тазалау үшін қанша техника жұмылдырдыңыздар? Астана тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осы қар жинау сезонында бір ауысымда 580-ге жуық арнайы техника жұмылдырады, және де бір ауысымда орта есеппен адамның саны 620 жол жұмысшы жұмылдырады. Барлық техника және қол күшін қосқанда аудандарды тазалауға қанша уақыттарыңызды жұмсайсыздар? Негізі шарт бойынша әкімшіліктермен 72 сағат уақытында біз қарды шығаруымыз керек. Мысалы, жолай өтіп бара жатсақ, қар толтырылған жүк тиеген жүк көліктерін көп көреміз. Осы жүк көліктері қарды қайда алып барады? Сол туралы айтып берсеңіз. Осы қала сыртында әр ауданда арнайы жабдықталған қар полигондары бар. Тәулік бойы қар шығарылған қардың бәрі сол жаққа апарып шығарылады. Ол қарды сосын кәдеге жаратуға бола ма? Ол жақта қалай тазалана ма, ол реттеліне ме? Онда мердігер компаниялар жасайды, бірақ оны жайдан-жай қайттан жарауға жарамайды. Өйткені қардың ішінде әртүрлі химиялық реагенттер бар, тұз араластырған сияқты ішінде заттар бар, және ол жарамайды қайттан қолдануға. Әр жұмыстың өзінің қиын кезеңі бар. Қазір енді нағыз қардың қалың түскен сәті ғой. Қауырт кезеңде үздіксіз демалыссыз жұмыс жасап жатырсыздар. Сол жалпы осы қауырт кезеңде қанша қызметкерлер сіздерге жұмыс істеп көмектесіп жатыр? Жаңада айта кеткендей, 620 адам сәуледе жұмыс істейді, және де қар осы 20-сынан 23-інде қатты ауа райының күрт өзгергеніне байланысты Астана қаласында негізі норма 18 мм ғой, бірақ 31 мм қар түсті. Сондықтан да осы 3 күн ішінде 100 мыңға жуық текше метр қар шығарылды. Және де осы қыстың басынан бастап 1 миллионнан аса текше метр қар шығардық қала сыртындағы полигондарға. Рахмет. Осы біздің қаланың жайлы жолдарды қалыптастыруына өз септігін тигізіп жүрген Ақжол Мырзамен сөйлесек. Ақжол Мырза, айтып жатырмыз ғой, 24 сағат үздіксіз жұмыс деп. Сіз бүгін жұмысқа сағат нешеде келдіңіз? Біз бүгін жұмысқа таңғы 5-тен келдік. Таңғы 5-тен келіп, 6:00-де осы жерде болдық. Осы жерде жұмыс 6:00-де басталды. Демек, сіздер ауысыммен жұмыс жасайсыздар ғой? Ауысыммен жұмыс жасаймыз. 2 ауысым бар. Қазір біз күшейтілген ауысыммен жұмыс істеп жатырық. Таңғы 6-тан кешкі 5-ке дейін. Түнгі ауысым кешкі 8-ден таңғы 5-ке дейін жұмыс жасайды. Әр жұмыстың өзіне сай қиындығы болады. Сіздің жұмысыңызда қай кезеңді бір қиын деп айта аласыз? Біздің жұмыста ауыр кезеңі ауа райы суықтығы, қардың қаттылығы. Мұздың тайғақтығын қалай жоясыздар? Сол туралы айтыңызшы. Мұздың тайғақтығын бізде арнайы өзінің химикаты бар, соны себеміз. Әріптестер, өздеріңіз көріп тұрғандай қызу жұмыс басталып кеткен, таңмен таласып,
осылай үздіксіз еңбектің арқасында бізге жайлы жолда ашып беретін қызметкерлерге алғысымыз шексіз. Енді осындай қызу жұмыста менің қол қусырып тұрғаным жарамас. Сондықтан кішкене болсын жылулық сыйлайтын шайды үлестіруімді жалғастырайын. Мендегі ақпараттар осы, студия сөз кезегі өздеріңізде. Қымбатты көрермен, өздеріңіз білесіздер, биылғы жыл еңбек адамдарының жылы. Енді коммуналдық қызметкерлерінің осындай жұмыстары, яғни айтып жатыр ғой, 24 сағат бойы жұмыс істейміз деп. Таңның атысы, түннің батысы, біздің қаламыздың таза болуы, жолымыздың таза болуы осы жандардың арқасы. Енді еліміздің солтүстік өңіріне саяхаттап қайтсақ деген бір ұсыныс бар, Ирина. Айтайық. Ол ұсынысыңызды